Жаңа жылдан бастап елдегі барлық мектептер 5 күндік оқу жүйесіне көшеді. Ал мұғалімдердің айлығы қыркүйектен бастап тағы өседі. Алдағы бірер айдың ішінде орта білім ордаларындағы зорлық зомбылық күш көрсету деректерінің алдын алу үшін балаларды қорғайтын кешенді жоспар да әзірленуі тиіс. Бұл тек оқушының емес, мұғалімнің де қауіпсіздігін ескеріп, психологтың қызметін ұсынуы керек деген пікірде атқамінерлер. Мұның барлығы бүгін дәстүрлі тамыз конференциясында айтылды. Жаңа оқу жылына дайындық барысын елордалық тілшіміз Елдос Есенбол тарқатсын. Жаңа оқу жылы жақындаған сайын мектеп пен балабақша төңірегіндегі сауалда көбейгені рас. Орта білім ордаларының дайындығы қалай, нендей жаңашылдықтар болмақ деген сауал көпшіліктің көкейінде. Бүгін дәстүрлі тамыз конференциясында вице-премьер Ералы Тоғжанов, оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов бастаған шенеуніктер осы сұрақтарға жауап беруге тырысты. Ең алдымен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндет. Мұны өз кезегінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атап айтқан. Оның үстіне ішкі істер министрлігінің дерегінше елдегі орта білім ошақтарының барлығы бірдей талапқа сай емес. Сол себепті мұны сөз арасында вице-премьер Ералы Тоғжанов та ескеріп, қыркүйектің аяғына дейін мектептегі зорлық зомбылықтан қорғау жөнінде кешенді жоспар әзірлеуді тапсырды. Ол сұрақ оңай емес екенін білем. Әсіресе алыс ауылдардағы мәселелерде ол сұрақтар бар. Министрліктің жергілікті жердегі департаменттің бәріне тікелей апарып, центр оперативный управление деген бар, соған апарып оның бәрін қосуда оңай жұмыстар емес. Бірақ дегенмен бұған қарамастан қазір осы бүкіл шешу жолдарын қарастыруға байланысты аймақтар нақты шешімдер қабылдау керек. Балалардың қауіпсіздігі деген кезде тек оқушылардың емес, мектептердің де жай-күйін ескерген жөн. Себебі оқу ордалары тұтастай іргесі берік, еңсесі биік емес. Сол себепті апаттық күйдегі мектептерді сүріп тастау, орнына жаңасын салу міндет. Бұған дейін үкімет биыл ел бойынша 225 мектеп салынуы тиіс деген. Яғни жаңа оқу жылында жаңа мектеп, жаңа ережелермен. Бүгін Асхат Аймағамбетов сол көп өзгерістің тағы бірімен таныстырды. Енді елдің барлық орта білім ошақтары 5 күндік оқу жүйесіне көшіріледі. Келесі жылдан бастап 3 ауысымда оқытатындарын қоспағанда барлық мектептер 5 күндік оқу форматына көшеді. Бұл мектеп директорларына, мұғалімдерге, барлық қызметкерлерге қатысты. Біз ұстаздар сенбіде демалып, балалармен бірге болуы керек деп санаймыз. Бұл жерде шешім еңбек демалысы күндеріне әсер етеме деген заңды сұрақ туындайды. Жоқ, демалыс уақыты 56 күн боп өзгеріссіз қалады. Мұғалім мәртебесін әлде де көтеру мәселесін депутаттар да қолдап отыр. Мысалы, мәжілісмен Жұлдыз Сүлейменова ұстаздарға психологтың қолдауы қажет дегенді айтты. Бұл қадам мұғалімдерді желідегі кибербуллингтен қорғайтынына сенімді ол. Сондай-ақ депутат шалғай ауылдардағы мектептерді назардан тыс қалмағаны жөн дейді. Ауыл мектептерінде биылғы оқу жылында мүмкіндік болса, жан басына шаққанда қаржыландыруды енгізу кезек күттірмейтін мәселе деп атап өткім келеді. Өйткені көптеген ауыл мектептеріндегі жан басына шаққандағы қаржыландырудың болмау есебінен жалпы материалдық техникалық жабдықталу, көптеген мәселелер шешілмеуде. Сондықтан да осы ауылдың түлектерінің еңбек нарығына сай болып даму үшін ауыл мектептерін дамыту қажет деп атап өтеміз. Тәрбие тал бесіктен басталады. Сол себепті бүгінгі тамыз конференциясында тек қана мектеп емес, балабақша жайы да сөз болды. Жаңа оқу жылынан бастап мектепке дейінгі тәрбие беру ұйымдарындағы педагогтердің жүктемесі азаймақ. Осылайша бұл мамандыққа деген сұранысты арттыруды жоспарлап отыр. Себебі 2018 жылы мектепке дейінгі білім беру мамандығының грантына 11 адамнан келсе, қазір бұл көрсеткіш 1-ге де жетпейді. Қазір бір тәрбиешіге шамамен 25 баладан келеді. Шетелдік тәжірибеге қарасақ, оларда 12-15 бала қамтылады. Сондықтан біздегі пилоттық жоба аясында 2 тәрбиеші күні бойы бір топта жұмыс істесе, бір тәрбиеші 12-13 баланы қамти алады. Сол кезде олар балаларға көп көңіл бөліп, педагогке түсетін жүктеме азаяды. Саланың маманын болмасын ең мықты ынталандыру жалақы екендігі айтпаса да белгілі. Биылғы оқу жылында ұстаздардың айлығы тағы 25%-ға өседі деді Асхат Аймағамбетов. Бұл қатарда балабақша тәрбиешілері мен қосымша білім беру ұйымының педагогтері де бар. Енді бұдан бұлай мектеп мұғалімдерін түрлі іс-шараларда, концерттерде залды толтыратын көрермен ретінде қолдануға жол берілмейді. Бұндай әділетсіздікті тоқтату керек деді оқу ағарту министрі. Сондай-ақ педагогтер өзінің құзыретіне кірмейтін есеп-қисапты орындауға да міндетті емес. Әр мұғалім күніне 2 есепті толтырса жеткілікті деді Асхат Аймағамбетов. Елдос Есенбол, Ернар Сайлау.